Сізге айтарым бар еді. Менің де саған айтарым бар, балам. Айдақарларды қолға өлтіруге түсіруді қолым үйрететін бармайды, уақыт әке. келді. Не дейсің? Айта қой. Жоқ, сіз бірінші айтыңыз. Жақсы. Тілегің орындалды. Айдақар аулауға барасың, жаттығу таңертең. Бірінші мен айтуым керек еді. Көп ойландым, жан-жағымды қарасам, айдақарлармен жекпе-жекке түсетіндер жеткілікті екен. Ал аспаз бен құбыр жөндеушілер жоқтың қасы. Түсініңізші, әке. Міне, қаруыңды ал. Айдақармен шайқасқым келмейді. Қайдағын айтпа, сен де айтады екенсің. Қайталап айтам, айдақарды өлтіру қолымнан келмейді. Өлтірмегенде қайда барасың? Жоқ, мен оларға қолымның ұшында тегіз алмайым. Бітті. Уақыт келді, ақылық. Мені естіп тұрмысың? Аузыңдайтын уақыт жоқ, балам. Мына балтаны алдың ба? Біздің заңмен келісуіңе тура келеді. Біз секілді жүресің. Біз секілді сөйлейсің. Ойыңда біздікіндей болады. Содан кейін анандайларыңды қой. Анау... Мен сізді түсін алмадым. Келістік пе? Әңгімеміз бір жақты болып кеткен сияқты, әке. Келістік пе дейм? Келістік. Дұрыс-ақ. Жаттығулардан қалма. Көріскенше балам. Мен кеттім. Ал мен осында болам. Болатын шығармын. Айдақар ауыздықтауға қош келдіңдер. Шегінуге болмайды. Қолымды күйдіріп тырттық қалса екен. Иығыма немесе жамбасыма тыртық түссе ғой. Иә, тыртықсыз қайтсақ ұят қой. Иә, қиналған кімге ұнамайды дейсің. Бәрі қиналғанды жақсы көреді. Ал керек болса, мынаны кім жіберді? Олай болса бастайық. Ал үздік шәкірт қолға түсірген айдақарын бүкіл қыстақтың көзінше басын шабады. Ақылық түнгі фурені өлтіріп келген жоқ па? Жаттығуға қатысудың қажеті жоқ шығар. Өзіміз сияқтылармен жаттықсақ жақсы болар еді. Қорқпа, сүйегі арсиған арықтарға қарамайды олар. Ауру екен деп ойлап, басқаларына шабады. Уайымдама. Қақпаның сыртында адамға шабатын аждақаның тек бірнеше түрі ғана бар. Жыланбастылар, Жылдамдық 8-16. қорғанышты мүйіз арқа, Ұрланып келетін жауыз. ең қауіпті аждақа, Ауыздарынан от бүркет. жалма ауыздар. Тырп еткізбей тап береді. Сөзді доғар дейм. Ең қауіптілердің бірі ілмектес. Тістері орсиған жалмауыз. Әй, бізді ешкім үйретпей ме? Тактика. Шайқасқа тез үйреніп аласыңдар. Бірінші сабақтың тақырыбы аман қалу. Үлгермей қалсаң біттің. Жылдам. Мұндай жағдайда не істеу керек? Дәрігерге бару керек. Қашу керек. Қалқан. Жылдам. Ең басты қорғаныстарын қалқан. Қылыш пен қалқан тұрса қалқанды аласыңдар. Еғдырсың бұл. Тиме, бұл менікі. Қалқанның мыңы жатыр ғой. Сен гүлі барынал, қыздарға арналған. Мен қан жағылғанын таңдайым. Тарпаң. Шықтыңдар. Не? Қалқанның тағы бір пайдасы бар. Тарсылдату керек. Қатты тарсылдату керек. Қатты дыбыстан айдақар жөнді көздей алмайды. Әр айдақар бірнеше рет қана от шашады. Әлбетсіз қанша рет от шашады? Жоқ, 6. Дұрыс, 6 рет. Әр қайсыңа біреуден. Балғаяқ қашты. Ақылық, қане берші. Маған жеке бөлме берді. Қонаққа кел. Ауыр көтеріп күш сынасайық. Есігім қашанда ашық. Өліп қой. Осында, шықтың. Сонда екеуіміз ғана қалдық па? Жоқ, сен жалғызсың. Тағы бір рет от шашты. Ақылық. 6 рет шашты. Әніңе бар. Батпиған жалмауыз. Келесі жолы көрерсің. Бар, уайымдама. Естеріңде болсын. Айдақардың басты, ең басты мақсаты жауын құрту.